Кіші жүз елінде бір жылы қатты жұт болып, жұрт аштан қырыларман болыпты. Сол елдің Қара жігіт деген ақсақалы бар екен. Сол кісі өз баласын үйсін Төле биге барып ақыл сұрап кел деп жіберіпті. Бала барған күні мейман болып, бір-екі тәулік өткен соң қайтпақ кезінде Төле би: «Балам, жай жүрмедің, жол болсын, жұмысың не еді?» депті. Бала: «Елім жаман жұтап, төрт аяқты малдан қалмаған соң, әкем сізге жіберіп еді ақыл сұрап кел деп, қайтсек біз ел қатарына қосыламыз» депті. Сонда үйсін Төле би: балам, жігіт адамның қара басында 3 кесір бар. Ол 3 кесірдің бірде-бірінен аман болған адамның қарны ашпайды, өзегі талмайды, аштан өлмейді, телміріп кісіге бармайды дейді. Егер сол 3 кесірдің бірде-бірі жігіт адамда бола қалса, ішсе асқа жарымайды, кисе киімге жарымайды, ілгері басқан аяғы кейін кетіп ғұмырында кедейліктен құтылмайды депті. Содан басқа еш нәрсе демейді. Бейде де үн жоқ, балада да үн жоқ. Әлгі сөздің шешуін біліп кетейін деп отырғанын сезген би балаға: «Жай тоқтадың ба?» дейді. «Жаңағы бір сөздің аяғын біліп кетсем деп қарайлап отырмын» дейді. «Бәлі балам, сөздің қадіріне жететұғын бал екенсің. Енді саған оның мәнісін айтайын. Жігіт адамға бас кесір еріншектік, ортаншы кесір ұйқышыл болу, кенже кесір кежірлік. Осы 3 мінез бір адамда болса, ол адам өмірінде оңбайды. Осы үшеуінің бірде-бірі жоқ болған адам кісіге мұқтаж болмайды, күннен күнге ілгері баса береді» дейді.